Ассалаумағалейкум достар, бұл New Sport арнасы. Достар, видеоны бастамастан алдын арнаға тіркеліп видеоға лайк басып кетеміз. Ал ендеше мен бастадым. Австралиялық UFC файтері Джек Делла Мадаленна қазақстандық Шавкат Рахмоновты жеңетініне сенімді. Шавкаттың Джефф Нилмен жекпе-жегі керемет, ақылсыз болды. Мен Шавкатты оңай ұрып аламын деп ойлаймын. Өйткені ол көп қорғанбайды. Джефф Нил оның фонында өте жақсы көрінетін. Бұған дейін Шавкаттың жұмбақ түрі болған. Бірақ менің ойымша Нилмен жекпе-жектен кейін ол кетіп қалған сияқты. Брэдимен жекпе-жектен кейін Шавкатпен жұдырықтасатыныма сенімдімін. Мен оны жеңетініме сенемін, деп Джектің сөзін келтірді Ред Фурима. Айта кетейік, Джек Делла Мадаленна 8 шілдеде Лас-Вегаста UFC 290 турнирі аясында америкалық Шон Брэдимен жұдырықтасуы керек. UFC жартылай орта салмақ рейтингінде австралиялық 13-ші, Рахмонов 6-ші орында тұр. Шавкаттың ММА бойынша рекорды 17 рет жеңіске жетіп, Джек 14 рет жеңіп, 2 рет жеңілген. Ал достар, бізде жаңалықтар қазірше осы еді. Видео ұнаған болса арнаға тіркеліп видеоға лайк басып кетеміз.